Аналық жасушаның дамуы. Жақсы. Арай. Гаметалар емес, бұл жұмыс жасушаларына аталық және аналық гаметалардың дамуы. Жақсы. Ұлжан. Эклационда бөліну, ол миозда болады, және ол редукцияда бөлінуден кейінгі бөліну. Жақсы. Дида. Миостың бөліну фазалары, ол жұмыстық еш жағдай, фазадан басқа фазалардың барлығы миостың фазалары. Неше фазадан тұрады? 4 фазадан. Жақсы. Айшана. Цитокинез дегеніміз телофазада цитоплазманың екіге бөлініп жасушаларға бөлінуі. Цитокинез нақтырап кім айтар екен? Цитокинез ол цитоплазманың екіге бөлінуі. Жақсы. Ал Гаухар. Интерфаза кезеңі өзі 3 кезеңнен тұрады. Бірінші синтез алдыңғы кезең G1, синтез кезі S және синтезден кейінгі кезең G2. Жақсы. Цитокинез дегеніміз ол табиғатта сирек кездесетін түрлердің түрі. Ақмарал. Тело бөліну. Бұл жалпы миозда жүрген процесс ең бірінші эквационды кезеңнің алдында болатын бөлімді айтамыз. Неше кезеңнен тұрады? Жалпы 2 кезеңнен тұрады. Ол редукциялы бөліну 3 кезеңнен тұрады жалпы. Қандай? Қосарлану, сосын лептотена, зиготена және диплотена. Жақсы. Ал Ердәулет. Сперматогенез ол аталық жыныс жасушаларының даму процесі. Жақсы. Бағдаулет. Полиспермиялы жұмыртқа бірнеше ұрық арқылы жүргізіледі. кариокинез ол ядролардың бөлігі. Жақсы. Әсел. Моноспермия дегеніміз сқоректердің түкіріп қана жұмыртқасының дамуы деп аталады. Жақсы. Яғни өтілген тақырып бойынша біз өтілген тақырыптарды қазір кішкене болса да еске түсіріп қорытындылап өттік. Жақсы. Енді балалар, мен қазір мына жаққа бейне жазбаға назар аударайық. Осы бейне жазбада қазір біз мұқият отырып мұқият қараймыз бейне жазбаға. Фенометофракция бойынша талқылаймыз балалар. Жақсы, балалар, бейне жазбаны көрдік бәріміз, я? Жақсы, тамашалап шықтық.
Енді сіздерге сұрақ, бейне жазбада не көрдіңіздер? Ал, Айжан айта ғой. Бейне жазбада жеке ұрықтың дамуы, яғни онтогенезді көре алдық. Ұрық, яғни әйел жатырына түскеннен кейін оның даму циклын көрсеткендер. Ал не ой түйдіңіздер осы бейне жазбада? Қандай ой түйдіңіздер? Қандай ой түйдіңіздер осы бейне жазбаны көре отырып? Ұлжан? Дида? Жануар болсын, не болсын, қоректі болсын, ол ана жатырында дамиды. Яғни құрсақта, дамитын құрсақта ұрықтанған жасушаның яғни өздігімен дамығанын көрдіңдер. Жақсы. Ал енді осы бүгінгі сабақпен байланыстылығы қандай? Өткен сабақтар мен бүгінгі сабақтармен қарай? Ұрықтың жатырда жалпы өзі жеке дамуы. Жасқа дейінгі өзінің жеке дамуы. Жеке дамуы, яғни онтогенез. Дұрыс айтасыңдар балалар, яғни бүгінгі біздің сендермен өтетін тақырыбымыз организмдердің жеке дамуы, яғни онтогенез. Дәптерге жазып алыңыз. Ал тақырыпты жаздық, балалар. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты эмбриология ғылымы туралы біледі. Онтогенез организмнің жеке дамуының екі кезеңнен бөлінетінін біледі және сипаттай алады. Эмбриондық және постэмбриондық даму түрлерінен тән белгілерді ажыратып, өз ойларымен тұжырымдайды. Бұл біздің бүгінгі сабағымыздың яғни мақсаты. Енді балалар мына жерде слайдқа кішкене назар аударайық. Бұл жерде термин сөздер берілген. Термин сөздерді қазір өздеріңіз оқыңыздар. Мен қазір сіздерге стикер берем. Осы стикерге, яғни бүгінгі сабақта сіздер нені күтесіздер? Бүгінгі сабақта нені күтесіздер? Соны жазыңыздар. Бүгінгі сабақта не күтесіздер? Термин сөздерді пайдалана отырып, бүгінгі сабақтан сіздер не күтесіздер? Бүгінгі сабақтан не күтесіздер? Жазамыз. Жазып па, Үміт? Айта қойшы кәне, бүгінгі сабақтан не күтесіздер? Эмбриология ғылымының саласы, яғни не зерттейтінін, жасушалардың не зерттейтінін күтемін. Не зерттейтін? Ал Дидар сен айта ғой? Мен бұл сабақта күтетінім организм жеке дамуы, яғни онтогенезді одан әрі жақсы меңгеруде. Жақсы меңгеруде. Ал тағы да Әсел сен айта ғой? Биологияда мен білмейтін терминдерді осы сабақта жақсылап үйреніп алдым. Өзіңе тас емес терминдерді меңгеруге. Жақсы, жарайсың. Болды. Енді бері қараймыз. Енді бүгінгі біздің сабағымыздың критерийлер, жетістік критерийлер. Біз мына жетістік критерийлеріне дейін жету керекпіз, балалар. Онтогенез ұрықтың жеке дамуы туралы біледі және кезеңдер бойынша ажыратып жіктей алады. Эмбриондық даму және постэмбриондық дамудың айырмашылығын көрсете алады. Тірі организмдер шығу тегінің бір-біріне байланыстылығын анықтай алады. Біз бүгін жетістік критерийлеріміз осы сабақтың жетістік критерийлері. Осы критерийлерге біз не болу керекпіз? Жету керекпіз. Жақсы. Енді балалар, қазір мен сендерді дәл осы отырған орындарың бойынша, мына жерде ешқайсыңды бөлмеймін. Мына жерде 3 топты, яғни өздері мына берілген топ атауларына байланысты бөлінесіңдер. Біріншілер зерттеушілер, екіншілер ізденуші топ. Бөліне береміз өзіміз кім қай топқа келгісі келіп отырады, сол топқа келіп отырамыз. Үшінші тобымыз біздің модель құрастырушылар тобы. Сумка алып барушылар емес. Ес. Ал зерттеушілер тобы.
эмбриология ғылымының даму тарихын түсіндіреді. Зерттеушілер тобы бізге эмбриология ғылымының даму тарихын түсіндіреді. Екінші топ ізденушілер эмбриондық даму кезеңін муляжбен түсіндіреді. Екінші топ. Сіздерді үшінші топ модель құрастыру, яғни постэмбриондық дамуды сызбаныстамен түсіндіреді. Модель құрастыру, я? Сіздерге модель құрастыру ма? Әр топқа 2 минуттан уақыт беріледі. Тапсырмалар қорғау үшін. Мынау да ішкі қалар. Мынау эндодерма, я? Мынау да ішкі ғой. жалпы үлес қосқан ғалымдардың Бауыр жоқ қой, бауыр. Тоқтар, шысты жатындатамыз. Жұмыртқа, дернәсіл, құмырсқа, жұмыртқа, дернәсіл. Ошақ, Эмбриология деген имаго. Пост эмбриондық дамудың ішіне сіздер жеке-жеке тоқталасыздар. Я үшінші топ. Ал бірдей. Жақсы. Яғни біздің барлық тобымыз дайын деген сөз. Бірінші топ бізде, яғни зерттеушілер эмбриология ғылымымен, яғни онтогенезге түсініктеме беріп өтесіздер, ал келеміз. Осы жерден оқушылар кішкене тоқтап өтсе, осы қазір сіздердің қорғайтын жұмыстарыңызға мына жерде критерийлер берілген. Осы критерийлерге сүйене отырып, бірінші топқа критерийді, яғни біздің модель құрастырушылар мына критерийге сіздер
толық жауап берді. Кейін осыған сіздер кері байланыс бересіздер. Жарай ма? Эмбриология ғылымы грек тілінен аударғанда эмбрион ұрық, логос ғылым деген мағынаны білдіреді. Жалпы эмбриология ғылымы организм ұрығының жеке дамуын зерттейтін ғылым саласы. Оның негізін қалаған Ресей ғылым академиясының биологы Б. болып табылады. 1828 жылғы жануарлар дамуының табиғаты еңбегінде осы эмбриология ғылымын ерекше атап көрсеткен. Және осы эмбриология ғылымына үлес қосқан ғалымдар орыстың ұлы биолог ғалымдары Ковалевский мен Мечников үлкен үлестерін қосқан. Ковалевский осы ұрық жасушасын зерттеп, олардың қабықшалары эктодерма, энтодерма, мезодермадан тұратынын зерттеп шыққан. Ал биогенетикаға не айтамыз? Биогенетика ол жалпы Ресей ғалымы Северцов ашқан. Бұл биогенетикадан біздің топ мүшелері қоса Ал мәселен Северцовқа келетін болсақ, ол сол жердегі ата-тектердің орналасуы, яғни олар қалай орналасатыны туралы айтқанда, ал Шмидт болса сол омыртқалы және омыртқасыздардың эмбриологиясын зерттеп, сол эмбриологияға үлес қосқан. Сонымен қатар осы басқадан бөлек осы Қазақстанда, яғни бізде осы эмбриология ғылымына үлес қосқан екі ғалымымыз бар. Оның біреуі Бекмахамбет болса, ал екіншісі Чайгеров, сол эмбриологияға үлес қосып кеткен. Ал Айбол? 1828 жылы ұрықты ұқсастық заңын ашқан. Ол омыртқалы жануарлардың бір-біріне бастапқы кезде бір-біріне өте ұқсас болып келетін заңын ашқан. Соның нәтижесінде ұрықты ұқсастық заңын негізін қалап ашқан болады. Бердің бірінші кезде олардың типтері және кластық, және туыстық, және түр болып келеді. Сөйтіп олар өзгеріп кете береді. Ең соңында келген кезде олардың организмдерінің белгілеріне байланысты айыра алады. Жақсы. Ал Марат не қосамыз? Биогенетикалық заңның негізін үлес қосқан осы неміс ғалымдары Мюллер мен Геккель болып саналады. Мюллер мен Геккель бар екен биогенетикаға. Жақсы. Ал қалай кері байланыс береміз? Айжана. Жалпы бұлар эмбриология ғылымы туралы орташа деңгейдегі мәлімет бере алды. Неліктен деп ойлаймыз? Қай жерінен кетті? Толық айтылған жоқ, бірақ барынша жеткізе алды. Ал дегенде екі кезеңге бөлінеді, оларды айтты. Екі кезеңге бөлінетіндігін айтқан. Жақсы. Екінші критерий бойынша не айтасыздар? Эмбриондық екінші кезең бойынша. Ғалымдардың еңбектерін толық айтып шықты ма? Айта алды, себебі кімнің қандай жаңалық еңбек енгізгендігін толық айта алды. Үшінші критерий бойынша не айтасыздар? Биогенетика заңының негізін дамуына үлес қосқан ғалымдар, яғни Бер, Ковалевский, Мечников, Северцов туралы мағлұматтарын толық бере алды. Ал қандай баға қоясыздар бұл топқа? Жалпы қоятын бағаларыңыз қандай? 5 балдық жүйе бойынша? 4. Жоқ, 5 балдық жүйе бойынша 3 неге? 14, я? Ұлжан даусымызды шығармайсақ. 14, жақсы. Жақсы, отыра қойыңыз. Екінші топ, яғни эмбриондық кезең. Эмбриондық кезеңге назар аударып отырамыз. Екінші топқа сіздер критерий бересіздер. Бұл топ бізге муляжбен көрсетеді. Қараймыз. Бізге берілген эмбриондық даму кезең, яғни зерттеушілер топ айтып өткендей, эмбриология, эмбрион грек тілінен аударғанда ұрық, ал логос ғылым деген мағынаны білдіреді. Бізге эмбриологиялық даму сатылары 3 кезеңнен тұрады. Олар бластула, гаструла және нейрула. Соның бірінші қабаты бластула дегеніміз, бұл бластула кезінде жасуша бірнеше бөліктерге бөлінеді, оны бластомерлер деп атайды. Олар көбеймейді, керісінше азайып, бір-біріне жанасып, іші қуыс, толық шар түсіп шығады. Бластуладан кейінгі сатымыз бұл гаструла. Бұл жалпы 3 қабатты ұрықтың дамуы болады.
осы гастрола сатысында бластуладан кейін іші қуысталған ұрық пайда болып, бұл сол кезде үш сатыға бөлініп кетеді. Оның бірінші қабаты сыртқы жабын бұл эктодерма, ал ішкі қабатымыз бұл эндодерма, ал осы эндодерма мен эктодерманың арасында мезодерма бұлшық қабаты қалыптасады. Нейролог кезеңінде олар негізі үш топқа бөлінеді: эктодерма, эндодерма, мезодерма. Эктодерма деген негізі сыртқы қабат, эндо деген ішкі қабат. Соларға келетін болса, муляжбен көрсетеміз. Қайсы? Тері жабыны бұл эктодерма сыртқы қабатта жасады. Ал мына көзі сыртқы қабатта жасады. Көз эктодерма ашып, кейін құлақ. Бұл эктодерма ашып. Ал ішкі қабаттарға болса, бүйрек, кейін асқазан, кейін ұйқы безі жатады. Ұйқы безі тамға? Кейін бар. Кейін мезодерма ғана бүйрек жатады, және де шеміршек сол қаңқалар жатады. Және бұлшық еттер, өз мезодерма деп аталып тұр. Жақсы. Ал жаңылай қандай критерийлер бойынша? Топтың критерийлеріне келетін болсақ, бірінші мәселе яғни эмбриондық даму кезеңдеріне түсінік беруіне байланысты, олар жалпы сипаттады, ал екіншісінде үш сатысына ажыратып сипаттағанда оларда бір кемшілік болды. Яғни ол жерде бірінші нейролардың үш сатысы деп айтып кетті, бірақ ол жерде гастроланың үш сатысы ол керек етті. Содан кейін муляждан көрсетіп өз ойларын анықтап жеткізді дегенде ол үшінші сатысын ғана толық жеткізе алды. Толық мәлімет бер. Ал енді қанша баға қоясыздар өздеріңіздің әріптестеріңізге 5 балдық жүйе бойынша топқа? 13 балл еді. Жақсы, отырамыз. Келсеңіз ба? Ал енді келесі топ, үшінші топ біздің яғни модель құрастырушылар тобы шығамыз. Модель құрастырушылар тобы шығамыз. Енді бұл топқа сіздер кері байланыс береміз. Тыңдап отырамыз. Бізде постэмбриондық даму кезеңі, бұл постэмбриондық даму кезеңі ұрықтан кейінгі даму кезең болып есептеледі. Бұл организмнің ядро қабығын, жасуша қабығын бөліп шыққаннан кейінгі даму кезеңі. Бұл постэмбриондық даму кезеңі екі кезеңге бөлінеді. Ол тура даму және түрленіп даму. Тура дамуға келетін болса, тура даму организмнің бірден ересек күйде тууын айтамыз. Оған жататындар омыртқалылар, сүтқоректілер және де жорғалаушылар жатады. Олардың даму сатысы бірден жұмыртқадан имаго күйінде өтеді. Келесі даму ол түрленіп даму. Түрленіп даму ол эмбриондық концон дернәсілдерінің космекінділерінің пайда болуы. Оған шала, кейін толық түрленіп даму жатады. Шала даму болса, ол даму кезеңінде ересек дараға айналуы ол шала даму болады. Оған инелік, дәуіт, шегіртке, бұзаубастар жатады. Толық түрленіп даму болса, ол сол дернәсілдің қошақ күйіне айналуы, өз бетімен қоректенуі түрленіп даму болады. Оған қоңыз, көбелек, масан, бүрке, бала арасы жатады. Және де бізде түрленіп даму болған кезде ол қартаю процесі жүреді. Және оны айта кетсе Айжанат, қартаю процесін зерттейтін ғылым саласы. Қартаю процесін зерттейтін және қарттықты зерттейтін ғылым геронтология ғылымы деп аталады. Жақсы. Ал постэмбриондық дамудың соңғы сатысы немен аяқталады? Қартаю, яғни өліммен аяқталады. Жақсы. Ал модель құрастырушылар тобына сіздер қандай кері байланыс бересіздер? Дидар? Постэмбриондық дамуға, яғни біздің топқа түсінікті болды. Постэмбриондық бұл туылғаннан кейінгі, яғни адам туылғаннан кейінгі қатаюға дейін, яғни ақыр соңы өлуге дейінгі кезеңдерін толықтай айтып өтті. Постэмбриондық кезең екіге бөлінетінін де түсіндіріп айтып өтті. Сызба нұсқамен нақтылық жеткізе алды ма? Критерийге қарайықшы тақтада. Сызба нұсқамен нақтылықты жеткізе
6, иә. Ал қандай баға бересіздер? 5 балл жүйе бойынша бұл топқа? 15 балл. Жақсы. Ал енді оқушылар, біз енді қазір мен сіздерге мынадай тапсырма беремін. Қалыптастырушы бағалау бойынша қазір тапсырмалар беріледі. Әрқайсыларына жеке-жеке осы тапсырманы қазір біз өз бетімізше орындап шығамыз. Жақын. Ал уақыт кетті. Екіншісінде термин сөздерге, үшіншісінде кесте бойынша, иә. Осы бойынша біз қазір бүгінгі өтілген тақырып бойынша қаншалықты деңгейде меңгергенімізді толықтырып жазып шығамыз. Үшінші кестеде қосу белгісін қою арқылы қайсысы кестеде постэмбриондық дамуға ерекшелігі соған белгіні қойып шығамыз. Жарай ма? Үшінші кестеде. Қалғанымыз тақырыбымыз тексереміз. Суретте көрсетілген сызбаны, яғни суретте біріншісінде гастрола, екіншісі нейрола, үшіншісі бластола. Дұрыс па? Дұрыс болса, санымызды жазып отырамыз. Келесі геронтология ол қатты зерттейтін. Бір балл береміз. Энтодерма ішкі қабат. Мезодерма ол, яғни энтодерма мен экзодерманың ортасында орналасқан үшінші қабат болып келеді. Ортаңғы қабат. Ол да бұл шығет қан тамырлар, жүйке жүйелері. Жақсы. Тура ма? Ал белгілейміз. Келесі. Құстар, сүтқоректілер, омыртқалы жануарлар. Қайсы дамуға жатады? Яғни бұл тура дамуға. Дұрыс. Инелік, шегіртке, қандалы, дәуіт, бұл шала түрленіп дамуға жатады. Қоңыз, көбелек, шыбын, маса, бұл толық түрленіп дамуға. Толық түрленіп дамуға жатады, иә? Жұмыртқа, дернәсіл, имаго, шала түрленіп дамуға жатады. Жұмыртқа, имаго, тура даму, жұмыртқа, дернәсіл, қуыршақ, имаго, толық түрленіп дамуға жатады. Ал, соңғысымен кім келіседі, кім келіспейді? Соңғысы толық түрленіп дамуға жатады, иә? Яғни өзімізге бағамызды қоясыздар, кім қаншалықты деңгейде? Жаңағыдай қанша қойдың өзің қалыптастырушы бойынша? Ал бүгінгі тапсырма бойынша әрқайсымыз өзімізге тиімді бағаларымызды қойып шығамыз. Ақмарал қанша қойдық? 11. Ақмарал, бір сұрақ. Қай сұрақтан кетіпсің? Орнымыздан тұрып жауап береміз. Жаңа суретте мен бластола мен гастроланы орын ауыстырдым. Суретте сәйкестендіру бойынша бластола мен гастроланы орын ауыстырдың. Ал сен қанша балл қойдың еді? 10. Неден қате кетіпсің? Ана жұмыртқа иманомен солар ауыстырып қойды даму. Шала түрленіп даму деп орын ауыстырып қойыпсың яғни. Жақсы. Енді балалар, біз бүгінгі өтілген тақырып бойынша, осы антогенез тақырыбы бойынша кері байланыс беріп өтейік тақырыпқа. Яғни бүгін біз нені білетін едік? Осы тақырыпты өткенге дейін нені білетін едік? Яғни білемін дегенге не айтамыз? Білемін дегенге не айтамыз? Ойланамыз, кері байланыс. Бүгінгі. Білемін дегенге мен ана жатырында бала ұрықты ана жатырына түскеннен кейін баланың 9 айға дейін қалай дамып жетілуін білетін едім. Нені білдің? Ал нені білдік? Ана толтырсам болмайды. Бүгін ал тағы ердәулет айта ғой, тағы нені білетін едім? Барлық организм жасуша жолмен бөлінетінін білеміз. Мысалы, жыныс жасушасы ол миотозбен. Миозбен. Ал диносома жасушасы митозбен. Ал амитозбен. Не еді? Қарапайым. Жақсы. Ал екінші білдің
дегенге? Айгүл. Онтогенез ұрықтану кезінде эмбриологияның постэмбрионның ұрықтану кезеңдеріне бөлініп білдім. Ал жаңа нені білдік та? Сонымен қатар жаңағы постэмбриондық кезеңдерге не жататынын, сонымен қатар тура және түрлену секілді олардың жолдарын білдім. Тағы да. Нені білгіміз келеді? Ақмарал. Эмбриондық даму кезінде хромосомалардың мутацияға ұшырау кезінде пайда болған аурулардың қалай пайда болатынын, және де оны болашақта қалай емдейтін және алдын ала қалай сақтандыратынын болашақта білгім келеді. Тағы да басқа айтатын алай. Тұқым қуаламайтын ауру қалай болмау? Иә, болашақта денсау ұрпақты қалыптастыру үшін тұқым қуаламайтын аурулардың яғни алдын алу. Ал Ұлжан. Эмбриология ғылымына қазақ ғалымдарының үлес қосқаны жайлы білгіміз келеді, осы эмбриология ғылымы бойынша. Жақсы, балалар үйге тапсырма, кестенен жұмыс, 237-ші беттегі кестені үйге толтырып жазып келеміз. Жарай ма? Содан кейін эмбриондық дамуға байланысты хабарлама жазып келеді.